жерден 1 marta 3 marta qaytadan istep bergen şu жердің өзі. Demek biz belgilep koyamız şu жерді. Mına жерден 1 marta 2 3 marta qaytkan ekan. M1'de bularning tasdiqi qanday bo'ldi? So'ng bir ko'rib chiqamiz. Tak, mine. Tap sol жеріңіз, домалaqlab alып qo'yib edi, жазып ketpey үшін. Bazar жетіп келді, зонаңызға шейін базар шығып келген, һәм енді біздердің керек болған tasdiqimiz шам өзінен алдыңғы шамның үсті бетін саямен жаңалап, саяның астында жабылуы еді. Міне. Так, қараң, мына шамнан келген, бірақ бұның саясын мына шам жаңалаған, төменде жабылған. Бірақ бір но деген жері, бұл жерден біз саудаға кіре алмаймыз. Себебі мына шам не қылып еді? Бұл елі зонаға жетіп келмеген бұл шам. Бұл шамды алуымыз қате. Біздер онда мына шамды аламыз. Хақиқи зонаға жетіп барған шам алынсын дедім ғой, міне. Саясы мына жерге шейін шығып барған, міне. Неге шейін шыққан екен. Демек біздер одан кейінгі шамды аламыз. Одан кейінгі шам біздерде болып тұрды. Мына жасыл шам болып тұр ма? Демек оның саясы өзінен алдыңғы шамның үстінде шыққан, һәм сыйып қылған, ал өзі болса төменде жауылған. Так, мына өшіп тұра қойын. Демек, мына жерде барып келген, ол мына шамның үсті бетін сыйып қылып, денесімен мына жақта жауып қалған ба? Болды. Демек, бізге саудаға кіретұғын жеріміз табылды онда. Саудаға кіреміз біздер, мына шамды сыйып қылды деп, мына шамнан кейінгі шамнан саудаға кіреміз. Демек, кірген жеріміз 4461,80. Пашти 62 десеңізден болады негізінде бұл жерді. 62 деп айтып қояман. Так, стоп-лосс нұқтаңыз осы шамның, яғни сыйып қылған шамның үстіңгі саясы, яғни мына жерге бола ма біздерде. Так, бұл жеріңіз мында 4467 екен. 67-ге 10 пипс қосамыз, һәм 68-ге қойсақ болады стоп-лоссыңызды. Тақтазан 68-ге қойдық стоп-лоссыңызды. Демек, максимумның үстіне. Енді аралық неше пипс болады? 82, 68. 60 пипс болады бар аралығы. Яқшы, онда RR 1-ге 1 болу үшін біздер take profit нешеге қойымыз керек? 62-нің 60 пипс төмені 56 болу ма? Демек, 56-ға шегем түсіп келген бе, түсіп келмеген бе? Мына бір шамның өзін әрекетін көрейік, нешеге шегем түсіп келген. Бұл 57, пашти 58-ге шегем түсіп кеп. Демек, RR 1-ге 1 берілған жоқ. Қайттан көтерілді, жүрді. Һәм тастады төменге арып. Біздерге керек нәрсе 56 меді. Міне 56-ға түсіп берген. Пашти 55, 54-ге шегем түскен бұл көрек. 53-ге шегем түсіп кепті. 53-те 80, яқшы 54-те бағала қояқ. 54-ге шегем түсіп берді. Біздерге 80 пипслік аралық пасип берген базар. Демек 80 пипс аралықты алдық. Базар және жоғары шығып барды, һәмде біздерге re-entry, яғни қайта кіру зонасына актив сіздер үшін. Базар жетіп келді. Не қыламыз? Тасдиқ керек бізге. Тасдиқ қойғанесе, саудаға кірмейміз дедік қой. Қараң, бұл жерде тасдиқ қандай болады? Демек, базар жетіп келді. Зонаға жетіп кіріп келген шам, мына шам бола ма? Демек, жетіп келді. Өзінен кейінгі шам, яғни мына бір қызыл шамның саясы, бұл не қылу керек еді? Бұлай барып, мына шамның үсті бетін сыйып қылу керек еді. Бірақ ондай болған жоқ. Демек, бұл жерден біз саудаға кірмейміз. Ол шам қате. Одан кейінгі жасыл шамды күтіп отыр едім. Олам, мына шамның үсті бетін сыйып қылып келе алады ма деп күтіп отырып едім. Міне, мына линияның үсті бетін. Бірақ ол не қылды? Сыйып қылған жоқ бұлам. Жетіп бара алған жоқ. Андай болу керек еді, бірақ ондай болған жоқ. Онда не қылдым? Одан кейінгі қызыл шам бар ма біздерде? Мына қызыл шам. Бұл не қылды? Мына бір зонаға жетіп келген бірінші шамның үсті бетін сыйып қылды, һәм төменде жауылды ма біздер үшін? Болды. Демек, біздерде кіретұғын шанс бар уже. Кіретұғын нұқтамыз мына сыйып қылған шам жауылсын. Қызыл шам денесінің астынан жауылатұғын болса, кіретұғын нұқтамыз біздерде бар. Онан кейінгі шам, яғни мына қызыл шам төменде жауылды. Кейінгі қызыл шам мына жерден ашылды. Демек, нұқтаңыз сіздерде 4460,90. Пашти 61 деп бағала қоямын ал. 61-ден кірдіңіз саудаға. Стоп-лосс нұқтаңыз сыйып қылған шамның үстіңгі саясы, һәм соған 10 пипс сият запасы менен. Ол 63 болып жатыр ма? 4461-ден кіріп жатырмыз саудаға. 63-ге 10 пипсті қойып стоп-лосс қоямын. Демек, ол 64-ге дұрыс келеді. 64 тақтасаң. Міне 64-ге қойылды. Демек, кірген жеріміз 61, стоп-лосс 64, аралық 30 пипс дегеніме. Демек, RR 1-ге 1 take profit қоятығын болсаңыз, егерде үлкенлеу объеммен кірген болсаңыз, қоюға ма жүрсіз RR 1-ге 1 қылып. Демек, 61-дің 30 пипс асты беті болып атыпты сіздерде 58 болу керек па? Демек, 58-ге түсіп келген жері бар біздерде. Мына шам импульспен түсіп келген 3-4 шам қатара.
Так, бұл ал 58-ге дұрыс келіп жатқан екен. Бізге неше керек еді өзі? 58, 59, 61. Демек, 58 бірінші тегіңіз ұрылды сөзге барып. Кішігірім коррекция берді, қайттан өзінің жолында қоймайды. RR 1-ге 2 болу үшін ол кейінгі минимум, яғни сіздің тегіңіз 55 болу керек па? Астауаман 55-ге шейін түсті меніңше бұл. 56. Вот, 55-ге шейін мына жерлерін тапан аласыз, екінші тапаны. Бұл нешеге шейін басып берді, мынаған шейін басыпты. 53-ге шейін түсті. 61-ден кердік, 53-ге шейін басып берді, 80 пипслік әрекет болып атырды. M1 таймфреймде алынған тастығы бар берін. M1 таймфреймнің өзінде 80 пипслік әрекет анау жағдайда көп ұшыраса бермейді. Демек, мына жақ беттен бір тейік алдық, реентри және тейік алдық, уже 2 тейік бар біздерде. Онда базар жүда импульспен төменге түсіп кеткен жоқ. Біздегі реентри қайттан зонаңызға айланып келді ме базар? Мына жерге айланып келген екен. Яқшы, қарам. Тек мақтап тейк профитін көрсете бермейміз, стоп алған жерлерін болады базар. Демек, базарда зонаңызға жетіп келді.